Қазіргі уақытта жүрек-қан тамырлары ауруына шалдыққандар жыл санап артып келеді. Ал сіз жүрек жұмысын жақсартатын өнімдер туралы білдіңіз бе? Білмеген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Жүрек-қан тамырлары ауруы ең алдымен жүйкелік психикалық ширығудың негізінде пайда болады. Олардың алдын алу үшін дәрігерлер төмендегі жеміс-жидектер мен тағамдарды пайдалануға кеңес береді. Жүрек ауруының жоғарғы қаупі туралы негізгі ұсыныстардың бірі әрине диетаны өзгерту болып табылады. Тұтынуға ұсылмайтын тағамдар бар, өйткені олар қан тамырлары мен жүректің жағдайына нашар әсер етеді. Бұл мысалы фастфуд, алкоголь, тәтті және тұзды тағамдар, дүкенде сатып алынған соустар және дайын дәмдеуіштер. Жүрек жұмысын жақсартуға көмектесетін өнімдер. Ең бірінші ол балық. Лосось әсіресе пайдалы, бірақ басқа түрлер форель, тунец, майшабақ және скумбрияда көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Бұл балық түрлерінде омега-3 май қышқылдары бар. Олар коронарлық артерия ауруы мен миокард инфарктісінің қаупін азайтады. Екінші өнім ол авокадо. Бұл нағыз олжа. Біріншіден, полиқанықпаған май қышқылдарының арқасында авокадо жүрек-қан тамырлары ауруларының даму қаупін айтарлықтай төмендетеді. Екіншіден, авокадо құрамындағы калий жүректің дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді және стрессті жеңілдетеді. Бұл атеросклероз мен жүректің ишемиялық ауруы дамуының жетекші факторларының бірі болып табылады. Бұл жеміс қан қысымын төмендетуге көмектеседі және артериялық гипертензияға пайдалы. Брокколи және сарымсақ қырыққабаттың осы түрінің бөлігі болып табылатын сульфорафан атеросклеротикалық бляшкалардың пайда болуына жол бермейді. Ал сарымсақ құрамында көптеген белсенді пайдалы заттар бар. Олар үнемі тұтынылған кезде қан қысымы 15-20 мм сынап бағанасынан төмендетеді. Алма флавоноидтарға бай, жүректің ишемиялық ауруы мен басқа да жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алу үшін қажет арнайы заттар. Сондай-ақ олардың құрамына байланысты алма қандағы жаман холестерин деңгейін төмендетеді. Тағы бір жеміс ол грейпфрут. Ол ас қорытуды қалыпқа келтіріп қана қоймай, жүрек жұмысын жақсартып, атеросклероздың дамуына жол бермейтін гликозидтерге бай. Сондай-ақ оның құрамында қан тамырларын нығайтуға көмектесетін pH дәрумені бар. Грейпфрут жаман холестерин деңгейін төмендететіні, қан қысымын қалыпқа келтіретіні және миокард инфарктісі қаупін азайтатыны туралы не білесіз? Бұл пайдалы жемісті таңғы ас мәзіріне қосуды ұсынылады. Сонда оның барлық пайдалы қасиеттері барынша ашылады. Жүрек жұмысын жақсартуға көмектесетін тағы бір жеміс ол анар. Бұл жемістің пайдасы жетерлік, себебі оның құрамында А, В1, В2, В3, В5, В6 және Е, С дәрумені бар. Ол аз десеңіз калий, темір, селен, марганец секілді микроэлементтерді де табасыз. Анардың ерекшелігі сол қабынуға қарсы көмектеседі. Канцерогендік және иммуностимулярлық функциялары бар. Антиоксиданттардан тұрады. Жүрек ауруының алдын аламын десеңіз, күніге бір анар шырынын ішіп жүріңіз. Киви жүрекке шипалы жемістердің бірі. Оны үнемі пайдалану жүрек ауруларынан бөлек көз дерттеріне де көмектеседі. Бастысы киви қанды ұйытпайды, ұйыған қанды ерітеді. Оның құрамындағы жасұнық калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйені нығайтып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Шабдалы темір, кальций, натрий, фтор, фолацин, ниацин, фосфор, мыс, марганец, селен, мырыш, магний және С, Б, П, Е каротин дәрумендеріне өте бай. Қан айналым жүйесінің жұмыс істеуін қолдайды. Сонымен қатар калий жүрек бұлшықетінің жұмысын реттеп, қалыпты және тұрақты жүрек соғу жылдамдығын сақтау үшін қажет. Е дәруменінің де әсері бар. Ол қан тамырларда қан ұйғышықтарының пайда болуына жол бермейді. Өрік құрамында А және Б дәрумендері болғандықтан кептірілген өрік жүрекке пайдалы тағамдар рейтингінде жоғары орынға ие. Сол сияқты өрік темір, калий және магнийге бай. Дәрігерлер күнделікті 100 грамм өрікті жеу денсаулыққа айтарлықтай пайдасы барын айтады. Сонымен қатар кептірілген өрік дәнінде де пайдалы дәрумендер көп. Жүзім мен оның шырыны жүрек бұлшықетінің қызметін жақсартып, қанды көбейтеді.
қан қысымы көтерілуінің алдын алады. Дәрумендерге де бай. Жаңғақтар Е дәруменіне бай. Бадам, жер-жаңғақ, грек жаңғағы және тұзсыз пісте жүрекке пайдалы. Бұл қандағы қажетсіз холестерин деңгейін төмендетеді және қантамыр қабырғасын нығайтады. Грек жаңғағы жүрек-тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады. Буындар мен иммунитетті нығайтады. Өзіңізге және жүрегіңізге қамқорлық жасаңыз. Ал егер үйде сіз бүкіл отбасы үшін тамақ дайындап, жоғарыда аталған өнімдерді отбасыңыздың диетасына қоссаңыз, олардың денсаулығы үшін қандай үлкен және маңызды нәрсе жасайтыныңызды елестетіп көріңіз. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.